Өркениетті әлемнің күйрегеніне 20 жыл болды. Сол күні барлық компьютерлер істен шығып, электр қуатымен ғаламтор бірден сөніп қалды. Өздерінің сүйікті ойын-сауықтарына қол жеткізе алмастан, адамдар естерінен адаса бастады. Хаос пен зорлық-зомбылықты ауыздықтау үшін қалалар биік қабырғалар тұрғызып, барлық жатып ішерлерді сыртқа лақтырды. Америка екі бөлікке бөлінді. Іштегі тыныш өмірді сүрулерін жалғастырғандарға және сырттағы шеттетілгендерге. Аман қалу үшін сырттағылар қорлар, яғни көліктер мен қару-жарақтар үшін бір-бірлерімен айқасуға мәжбүр болды. Екі әлемнің де тұрғынына айналған жалғыз адамдар жеткізушілер, олар сауыншылар деген лақап атқа ие болды. Бұл ер жүрек жігіттер қару-жарақ тиелген темір тұлпарлар мен қалалар арасында жүк тасымалдайды. Олардың бірі Джон Доу, және оның сенімді Subaru импрезасы, оны ол сүйіспеншілікпен Эвелин деп атайды. Ол осы жаңа әлемде жақсылап орналасып алды, бірақ көп ұзамай оның өмірі түбегейлі өзгереді. Американдық шөл далаға бағалы сәлемдемелермен бірге шыққан әрбір саяхат, бұл таза өз-өзіңе қол жұмсаумен тең. Сонымен бұл жолы да Джон тонаушылардың нысанасына тап болады. Бірақ сауыншы осындай тапсырмалар үшін дүниеге келген. Ол оқтардан ойнап отырып жалтарады, және жоғары жылдамдықпен келе жатып, музыка жазылған дискіні қосады. Полицейлік кері бұрылуды жасағаннан кейін Джон шабуылдаушыларға оқ жаудырады. Қалған екі көліктен ол сауда кешенінің қирандыларының ішінде жалтарып кетеді. Бұл лабиринттен шығу үшін оған қабаттың картасын табу керек. Джон әйнекті сындырған үшін кек алып, жүргізушінің миын жарып жібереді. Ал пулемет атқыш болса бүкіл зал арқылы ұшуға жіберіледі. Кроссовкаларды алғасын, сауыншы орталықтың әйнек есіктерін сындырып, өзінің тапсырмасын аяқтауға аттанады. Ол үш өзен атты кішігірім елді мекеннің қақпасына келіп тоқтайды. Жаңа күзетші құжаттарды жүйкелене талап етеді. Джон өзінің аты жазылған тақтайшаны көрсетеді. Жүксалғыштағы жүкті жанармай мен азық-түлікке айырбастайды. Жігіт сондай-ақ жаңа тапсырманы да қабылдайды. Дәрі-дәрмектерді шұғыл түрде жаңа Сан-Францискоға жеткізу. Бұл батыс жағалауындағы ең үлкен әрі гүлденген қала. Джон қарауылдар жолдаманы ашып жатқанда, қуана-қуана сонда жол тартады. Тіпті иттерге арналған тағамның өзі олар үшін сирек кездесетін тағам болып табылады. Жолда сауыншы Эвелинге жаңа әйнек сүрткіш сатып алу үшін тоқтайды. Содан кейін оған жынды шабуыл жасайды. Ол тікелей көліктің үстіне секіреді. Джон оны шатырдағы автоматтың көмегімен лезде жайратып салады. Жаңа әйнек сүрткіш алдыңғы әйнектен ағып жатқан қанды тамаша түрде тазартады. Сиіп алу үшін тоқтаған Джон оның көлігін тағы да біреудің ұрлап кеткелі жатқанын көреді. Ескерту атысымен ол бетпердедегі екі орны қорқытады. Жігіт бірден табанын жалтыратуға ұмтылады. Ал бойжеткен кішкене кідіріп қалады да, әдепсіз қимылды көрсетеді. Бұл күлкілі көрінеді, өйткені оның қолында керекті саусақ жетіспейді. Сауыншы жолын жалғастырып, жағажайға тоқтайды. Онда ол теңіз итбалығынан өзіне кешкі ас дайындайды. Содан кейін ата-анасымен түскен балалық шақтағы суретін шығарады. Өкінішке орай, олардың жүздері сақталмаған. Бірақ егер жартылай жанып кеткен суретті фараға жақындатсақ, онда көлеңке құшақтасып тұрған үш сұлбаға ұқсайды. Таңда ол Сан-Франциско қақпасына келеді. Жүздеген үйсіздер кіреберістегі шатырларда тұрады және қалдықтарды тіміскілейді. Күзетшілер сауыншыны күтіп алып, жүкті шығарады. Бірақ бұл әлі соңы емес. Қала директорының өзі жеткізушімен жекелей сөйлескісі келеді. Джон өз құлағына сенбейді. Қақпаның арғы жағына тап болу бұл үлкен сән салтанат. Үлкен қақпа ашылады және сарбаздар ішке кіруге тырысып жатқан босқындарды әрі қарай шегереді. Джон өзі үшін сирек кездесетін тапсырманы бірден орындай алмайды. Содан кейін оны дезинфекциялау үшін шешіндіріп, шлангалармен атады. Күзетшілер ер адамның басына қапты жауып, оны барға сүйреп әкеледі. Онда оны қаланың директоры, Рейвен есімді әйел қарсы алады. Ол жігітке мақтау сөздерді жаудырады. Джон сауыншылардың ішіндегі тапсырмалардан кейін аман-есен оралған жалғыз адам. Қалғандары екі сапарға да шыдай алмады. Директор ер адамның оған бір маңызды сәлемдемені әкелгенін қалайды. Оны Чикагодан алып кету қажет және жүргізушінің оның ішінде не бар екенін білуіне тыйым салынған. Джон кетіп қалу үшін дереу үстелден тұрады. Бұл жер аңызға айналған, онда барар жол тым алыс әрі қауіпті. Рейвен сауыншыны тоқтатады. Сыйақы ретінде ол Сан-Франциско азаматтығын ұсынады. Джон өз өмірі үшін қорықпай, қалада басқа заңға бағынатын азаматтармен бірге тұра алады. Адамдар қызу тіршілік етіп жатқан көшеде серуендегеннен кейін директор ер адамды бай жиһаздалған пәтерге әкеледі. Сауыншы таң қалсуда, бірақ оның таңданысымен босаңсуларын бұл тұтқиылдан шабуылға ұшырауға таптырмас жер деген күдік лезде жаулап алады. Ол үстелдегі шыныны ұстап алады, бірақ кенеттен оған сәбиі бар ер адам түседі. Рейвен өзінің күйеуі мен қызын таныстырады. Джон нәрестені бірінші рет көріп тұр, және қатты қобалжулы.
оны кешкі асқа қалуға шақырады. Үстел мәдениетіне үйренбеген ер адам аспаптарды ыңғайсыз басқарады. Отбасылық сүйіспеншіліктің бейнесін көргесін жүргізуші ақыры қауіпті тапсырманы орындауға келіседі. Оның қайтып келуіне тура 10 күн беріледі. Егер Джон тым болмағанда 1 секундқа кешіксе, онда келісім шарт бұзылады. Уақытты бақылау үшін Рейвен оған кері санақ таймері қосылған сағатты береді. Сауыншы жаңа әйнек үшін алғысын білдіреді де жүріп кетеді. Ол Рейвеннің жүзіндегі өтірік күлкісі сейіліп, сәбиді күзетшіге беріп жатқанын көріп үлгермейді. Осы уақытта көрші Невадада қыз бен жігіт полицейлік көлікпен мотоциклдің қуғынынан қашып бара жатыр. Олардың мәйіт тасуға арналған қызғылт көліктері зымыраннан жалтарады, бірақ бірден минаға тап болады. Көлік аударылады да жерге төбесімен қонады. Агент Стоун қылмыскерлерге жақындайды. Ол аты аңызға айналған полиция бастығы Браттон сияқты шөл даладағы заңды қалпына келтірмекші. Ер адамда кішігірім күнәлар әрқашан үлкен күнәларға айналады деген теория болған. Стоун да мейірімсіз әрі қайсар. Ол тонаушыларды жазалағалы жатыр және 2 нұсқаны ұсынады. Не олардың бірі өз өмірін қияды, не екеуі де өледі. Ер адам олардың алдында ағасы мен қарындасы тұрғанын білгенде де мүлдем жұмсармайды. Олар мына тозақтан бірге құтылу үшін қол ұстасады. Бірақ соңғы сәтте жігіт тапаншаны ұстайды да қарындасы үшін өзін құрбан етеді. Стоун қыздың қолындағы кесілген саусақты көреді және оның Оранж ауданынан екенін түсінеді. Ер адам жергілікті жазалардың қатыгездігі туралы хабардар. Бұған жауап ретінде қыз шерифке жек көрушілікке толы көздерімен қарауын жалғастырады. Шамасы саусағымен қоса оның тілінде кесіп алған сияқты, немесе ол мылқау. Стоун басқа қылмыскерлерге сабақ болу үшін оның иығына ыстық темірді басуды бұйырады. Кетер алдында ол мылқау егер қаласа ағасына бару үшін жалғыз оқ дәріні қалдырады. Бұл уақытта Джон өзінің ескі досы және карта құрастырушы Томмиге қонақтайды. Ол одан жаңа Чикагоның картасын сұрайды. Қария мұның орнына Канадаға баруды ұсынады. Онда қазір Болат безгегі жүріп жатыр. Шығыста жігіттің босқа саудасын бітіріп тастайды. Алдыда 3,5 мың шақырым жол күтіп тұр және жолда бірде-бір қауіпсіз орын жоқ. Жол сонымен қатар Лас-Вегас арқылы өтеді. Онда нағыз аты аңызға айналған тәтті құмар билік етеді. Джон марапаттың соған тұрарлық екенін айтады. Ол карта үшін алғыс білдіреді де жүріп кетеді. Лас-Вегастан алыс емес жерде ол жолдың ортасында тұрған әлгі мылқауға тап болады. Сауыншы оны қағып кетпеу үшін көлікті тоқтатады. Қыз Джонды тапаншамен қорқытады да көліктен шығарады. Бірақ жүргізушінің өзі де қарымта шабуыл жасау үшін жасырын түрде қаруларын шығарады. Ол оны бұдан бұрын кездестіргенін есіне алады. Бірақ бұл қызыл күртке оның серігіне тиесілі болатын. Жігіттің мерт болғанын және бейтаныстың қайғырып тұрғанын түсінгесін, Джон ессіз сайқмазақтың шабуылына бірге тойтарыс беруді ұсынады. Оның балмұздақ таситын көлігі жұптарға қарай құзғытып келе жатыр. Олар бұрылады да револьверлердің шүріппесін басады. Бірақ барлық үшеуі де дыбыс шығармайды. Джон қопалдана оқ дәрілерді салуға тырысып жатқанда, мылқау Эвелиннің рөліне отырады. Ер адам көлікті қуып жетеді, жолаушылар орындығына секіреді. Ол қызды орын ауыстыруға көндіреді. Ал сосын оған алдағы 10 күнге арналған жоспарын баяндайды. Шамасы бойжеткен мұндай саяхатқа онша риза емес сияқты. Осы сәтте фургон оларды арттарынан соғады. Сайқмазақ қуып жетеді, әйнекті түсіруін өтінеді. Семіз өзінің қойылымына шақырады, бірақ Джон оған тек пулеметтің оқтарын жаудырады. Балмұздақшы өз кезегімен жауап береді. Ол Эвелиннің дөңгелегін жарады және жаңа серіктестер тікелей казиноның есігіне ұшады. Бұл уақытта 2 ер адам Стью мен Майк ваннада байлаулы. Мұнда олар терияки тұздығында маринадталынып жатыр. Жігіттер адам етін сатумен айналысатын қасапшылардың қолына тап болған. Майк постта ұйықтап қалған досын кінәлайды және сол үшін оларды шөл далаға қуып жіберіпті. Негізінде олардың екеуі де ұйықтап қалды, бірақ тек Стью піл сияқты қорылдаған болатын. Кенеттен баспанаға адамдармен бірге Стоун кіріп келеді. Олар барлық адам жегіштерді қырады, ал бұрынғы күзетшілерді заңгерлер қатарына қосылуға шақырады. Майк ойланбастан келіседі және Стью досыныкін қайталайды. Жігіттер базаға әкелініп, оларға жылы душ, төсек пен тамақ ұсынылады. Мұндай игіліктерді олар бұрын соңды көрмеген. Бірақ бұған дейін олар арнаудан өтулері керек. Ғимараттың жанында бұзылған жүк көлігі тұр. Екеуі оны мергендік мылтықтың көмегімен тонаушылардан қорғауы керек. Ал Лас-Вегастағы казинода Джон асығыс түрде дөңгелекті ауыстыруға тырысып жатыр. Бірақ сайқмазақтың жақындап қалғанын естиді. Мылқау серігінің арқасынан опасыздықпен ұрып, оны ұстап береді, қашып кетеді. Тәтті құмар Джонды бұрышқа тақайды және соққыға жығады.
Маньяк соққылардан ауырсынуды сезбейді және құрбанын азаптай отырып, музыкамен көңіл көтереді. Таныс әуенді естіп, сауыншы да қосыла шырқай бастайды және сайқымазақ оны жан серігі ретінде қабылдайды. Олар ортақ тіл тауып алады. Содан кейін тәтті құмар Джонды ұстайды да, оны өзінің қойылымына жетелейді. Қонақ өзінің есімін атайды және өзінің балалық шағы мен туыстары мүлде есінде жоқ екенін айтады. Оның алғашқы естелігі басы қанға боялып көлікте оянғаны. Тәтті құмар да осыған ұқсас жағдайды есіне алады. Бұл уақытта Майк пен Стью мергендік орынға жайғасады және екі адамы бар көлікті көреді. Олар жүк көлігінің кузовын ашады және Стоун шағалалардың көзін құртуды бұйырады. Майк бірден біреуін өлтіреді, бірақ Стью қарусыз адамды атуға өзін мәжбүрлей алмай жатыр. Оның орнына мұны досы жасайды және Стоун жігіттерге разы болады. Оның айтуынша шағалалар әлемді сұр көлеңкеде көреді, ал демек заңды құрметтемейді. Заңгерлер үшін тек екі түс бар, қара және бірыңғай көк. Ал тәтті құмар бұл уақытта Джонды өзінің ұясына келеді. Ол ақыр заманға дейін жындыханада өмір сүргенін баяндайды. Содан бері ол мұнда қоныстанып алған. Сайқымазақ өзінің жалғыз досы Гарольдты көрсетеді. Бұл оны ешқашан алдамайтын қағаз қалта. Басқа барлық адамдар ер адамға өтірік айтқан, тіпті ата-анасы да. Джон таң қалысуда, бірақ оның досы да тірі емес қой. Эвелин онымен кездеспегенге дейін жігіт шынымен жалғыз болды және оны күлдіре алмайтынына өкінеді. Тәтті құмар болса қол қошеметті сағынып қалды және оны алуға ниетті. Ол сондай-ақ желдеткіштен қызды тауып алғанын көрсетеді және оны қызы үшін аштан өлтіргелі жатыр. Мылқау үлкен аквариумге қамаулы және көмектесуін өтінеді. Джон оның сатқындығынан кейін мұны жасағысы кеп тұрған жоқ. Бірақ қызда Эвелиннің жалғыз кілті бар және жігіт залға тағы да бір көрерменді отырғызуға көндіреді. Қойылымның соңында сайқымазақ екеуінде босатуға уәде береді. Дегенмен барлық үш актіден ешкім аман қала алмаған. Сайқымазақ қонақтарды залға келеді. Ол үстелге ақ жолбарыстардан жасалынған стейктерді қояды. Джон мылқау бойжеткеннен кілтті қайтаруын өтінуде. Тәтті құмар сахнаға шығады. Оның тұсаукесері кілең казино мен дүкендердің жарнамасынан тұрды. Сайқымазақ Лас-Вегастан ешқайда шықпаған және айналасынан нені көргені туралы жазған. Көрермендер зерігуден сөзбе-сөз айтқанда ұйықтап қалады. Әртіс аяқтайды да, Джоннан саған ұнады ма деп сұрайды. Сауыншы бәрі тамаша болды деп өтірік айтады. Тәтті құмар оның шын жүректен айтып тұрған жоқ екенін сезіп қояды да ашуына мінеді. Ол Джонның басын шауып тастау үшін сойылын әкеледі. Кенетте мылқау қойылымның сұмдық болғанын мойындайды. Оның бір жерге шығуына кеңес береді және сайқымазақ жаңа көрермендер мен әсерлер үшін гастрольдік сапарға жол тартуды шешеді. Тәтті құмарға бұл идея қатты ұнайды және ол тағатсыздана көрермендерді босатып жібереді. Мылқау Джонға кілтті қайтарады және олар көлікке отырады. Қоштасу ретінде сайқымазақ жаңа жанкүйерлеріне қолтаңбасы бар ашық хатты сыйлайды. Содан соң ол казиноға керосинді құяды да өртеп жібереді. Револьвердің нысанасында Джон қызды керек жеріне апаруға келіседі. Ол әлдекімді іздеп жүр екен, бірақ сол бойы көп сөйлемеген күйінше қалады және тіпті өзінің атын да атағалы жатқан жоқ. Джон оған үндемес деген лақап ат береді. Олар Стоунның адамдарының бақылау бекетіне келіп жетеді. Бұл Джонның картасында сызылмаған. Ұялшақ Стьюге жүргізушіде көлік жүргізу куәлігінің бар жоғын тексеру тапсырмасы беріледі. Джон Коппен әңгімелесіп жатқанда үндемес ер адамдардың арасынан Стоунның көмекшісі Шепардты байқайды. Ол оған ыстық темірмен таңба қойған. Қыз оны атып тастамақ болып көліктен шығады. Джон екеуін бірден электрошокермен талдырып тастайды. Тапсырманың бірінші тәулігі құртылды, ал сауыншы тағы да тығырыққа тап болды. Оларды тұтқындап, жауап алу үшін бөгетке әкеледі. Іштен пост ұйымдастырып қойған, онда айыппұлдарды жазып, лицензияларды рәсімдейді. Заңды қайта бұзатын болса, адамдарды тұңғиыққа лақтырамыз деп қорқытуда. Гаражда Майк Эвелиннің жүк салғышын аша алмай жатыр. Стью салоннан Джонның суретін және Томидің картасын табады. Ол Стоунның әдістерін тым қатал деп санайды. Бастық өзі туралы қауесет жариялады. Онда ол апокалипсис күні қаланы басып алмақ болған лаңкестерді жалғыз өзі қырғанмыз. Шындығында ол қарапайым полицей болып жұмыс істеген. Онымен қоса оны ешкім сыйламайтын. Сол күні Стоун кәмелетке толмаған қыздарға сауда орталығының сыртында темекі шегуге тыйым салуға тырысты. Аспаннан спутниктер мен ұшақтар құлай бастағанда ол барша қалған тұрғында секілді қашуға ұмтылды. Ал 1-2 күннен кейін оны күйеуімен бірге жүкті әйел тонап кетті. Шепард келеді де Стьюден картаны алып қояды. Бұл құнды олжа және ол оны бірден Стоунға жеткізеді. Джон мен үндемес жауап алуды күтіп отқанда қыз тағы да тұйықталып алады. Ол кез келген әңгіме оларды өлтіріп тастауға қауқарлы деп санайды. Сауыншы келіспейді. Стоун бөлмеге кіреді де тұтқындардың алдына су қояды. Ол бүкіл штат бойынша өтетін бақылау бекеттерін салуға ондаған жылдарын жұмсады.
Мұндай бөгеттің бір ғана шыға берісі болуы керек. Оған осы жер, яғни құрғақ өзен арнасы таңдалды. Ал Джоннан табылған карта қалайша саңлауларды табуға және барлық посттардан айналып өтуге көмектесетін болады. Сондықтан сауыншыға оны құрастырған адамды сатып беруін ұсынады. Жігіт бірден ақымақтың кейпін салады және картаны жолдан тауып алғанын айтып алдайды. Ол сұрақтан шеберлікпен бұралып, Стоунға жағымпазданады. Бірақ үндемес күтпеген жерден полицейдің бетіне түкіріп, оның барлық талпыныстарын сүртіп жібереді. Үстелге Шепорд жақындайды да тұтқындарға соққы жұмсайды. Қыз өзінің барлық лас жұмысын қарамағындағыларға тапсыратын Стоунды мазақ етеді. Заңгерлер кетіп қалады. Ал үндемес әдеттегідей Джонға өзінің әрекеттерінің мақсатын түсіндірмейді. Содан кейін бөлмеге үлкен жәшікті көтеріп, Стью мен Майк кіреді. Шамасы ол азаптау құралдарына толы сияқты. Дәл солай, ішінде құқық бұзушылар 3 данада толтыруы керек көптеген бланкілер бар. Бас тартқан үшін оларға қайталана беретін поп әнін қатты дауыспен естіртеді. Келесі азаптау көз дәрігерінің қабылдауы. Содан кейін азаптаушылар әлдеқайда танымал әдістерге көшеді және жұпқа су құяды. Бірақ Джон бәрібір де қарт Томмиді сатып беруден бас тартуда. Сонда Стоун оларды өлім жазасына кеседі. Ал өз болса картографты тауып, оның көзін құртуға шығады. Сөз соңында шериф үндемес үшін өмірін құрбан еткен ағасын еске салады. Кетіп бара жатып, ол жастық шағын есіне алады. 20 жыл бұрын қария мейрамханасындағы тонаушылардан құтылу үшін полиция қызметкеріне жүгінген. Қаруын әйел ұрлап кеткен Стоун қайғыны ішімдікке толтырып, түкке тұрғысыз істі қолға алғысы келмеді. Қылмыс шарықтау шегіне жетті, бірақ әкесін еске алғасын ол қол қусырып отырмауды шешті және естелік жақтауынан оның ескі тапаншасын алды. Ол абайлап мейрамхана кірді де, іштен отбасыларына тамақ алуға келген бірнеше ер адамды тапты. Қожайын көптеген керек жарақтарды өзінің баспанасына жасырып қойған және тіпті бір бөлігімен де бөліскісі келмеген. Бірақ Стоун жанашырлық танытпады және барлығынан ғимараттан шығуларын талап етті. Сонда оны қорлай бастады. Сауда орталықтарын күзететін көптеп. Ашуланған әрі қорланған Стоун тапаншасымен оқ жаудыра бастады және барлық тәртіп бұзушыларды жайратып салды. Есін жиғасын ол үстелдің астынан ағып жатқан қанды байқады. Онда нәресте тығылып жатыпты және полицейлік байқаусызда оны атып тастады. Ол қанға боялған қонжықты көтереді және қорқынышты кінә ер адамның бойын жаулап алады. Бірақ оның психикасы лезде ауысады да, қожайынды адам төзгісіз сезімнен қорғайды. Бұл уақытта өлім жазасына тартылған жұп өздерінің өлімдерін күтіп отыр. Джонның есіне тапсырмасы түсіп кетеді де, шарасыз күйге енеді. Енді ол қыздың неліктен Стоунды соншама жек көретінін түсінді. Сауыншының да отбасы болған, бірақ ол қанша талпынғанымен тіпті олардың жүздерін де есіне түсіре алмайды. Сондықтан үндеместе ағасы жайлы тым болмаса естеліктері бар, ал ода бұлыңғыр сезім қалдықтарынан басқа ештеңесі жоқ. Сан-Францискоға оралу жаңа отбасына ие болуға мүмкіндік туғызуы мүмкін еді. Өкінішке орай, бұл пешенесіне жазылмаған секілді. Олардың кезегі келіп жетеді. Олардың үкімдерін орындауға Стью тағайындалады. Тұңғиыққа барар жолда Джон Дәуді әңгімеге шақыруға тырысады. Бастапқыда бұл іске аспайды және Стью жауабына артық салмақ салдарынан оған берілген барлық лақап аттар мен қорлықтарды айтып айғайлайды. Бірақ соңында тұтқындар күзетшінің осал тұсын тауып алады. Олар секіруден бас тартады. Сондықтан Стьюдің оларды атып тастауы қажет. Ол шүрпені баса алмай жатыр. Оған бұл жерден бірге қашып кетуді ұсынады және жігіт келіседі. Олар тәркіленген заттардың қоймасына келеді. Бірақ үндемес тапаншаны алады да өз жұмыстарымен кетіп қалады. Ол ағасының киімін киіп, Шепордты оның кабинетінен табады. Бойжеткен жалғыздықта өзін-өзі рахаттандыруға бел байлаған сұмырайды қатыгездікпен өлтіреді. Осы уақытта Майк еденнен кісендерді көреді де дабылды іске қосады. Гаражда үндемес Стью мен Джонға қосылады. Эвелиннің аккумуляторы отырып қалған және оны оталдыру үшін үштіктің көлікті итеруі қажет. Жөнделмейтін жүк салғыш Стьюдің басынан ұрады және ол есін жоғалтады. Қашқындар оның артынан оралмауды ұйғарады және Майк жолдасын заңгерлерге ұстап береді. Джон қарусыз қалды, өйткені Эвелинді тәркілеген кезде оларды алып тастаған. Бірақ ол тым болмаса еркін және тапсырмасын жалғастыра алады. Үндемес қаладағы Топика баспанасына барғысы келетінін айтады. Бұл бүкіл Америкадағы жалғыз қабырғамен қоршалмаған аймақ және босқындарды қабылдайды. Олар Стоунның қолына түскен кезде сонда бара жатқан болатын. Ол тап Чикагоға барар жолда орналасқан. Джон жоғалған уақыттың орнын толтыру үшін түні бойы көлікпен жүреді. Ол бір түрлі шуды естиді және өзіне назар аударпас үшін фараларын өшіреді. Кенеттен тұс-тұстан жарқыраған жарық пайда болады. 4 үлкен жүк көлігі оларды қараңғыда қоршап алған. Көліктің алдында келе жатқан кузов ашылады және Эвелинді күшпен ішке кіргізеді. Бейтаныс әйел жұптармен сәлемдеседі және оларға зиян тигізбеуге уәде береді.
Уотс мұндай таныстық үшін кешірім сұрайды және сауыншының көлігін мақтайды. Оның жүк көліктері тура жүріп бара жатып үлкен бір құрылымға біріктіріледі. Оның ішінде емін-еркін жүре беруге болады. Мұнда апокалипсис басталғаннан бері саяхаттап жүрген адамдардың толықтай жиынтығы өмір сүреді. 30 вагон жолаушылардың биологиялық қалдықтарынан өндірілетін отынмен жүреді. Үндемес протез жасайтын қызды байқап, одан сыйлыққа ортаңғы темір саусақты алады. Уотс коммунаның негізін қалаушысын, яғни өте ауыр сырқатқа шалдыққан өзінің анасын шығарады және сауыншыдан дәрі-дәрмек үшін сапарға шығуын өтінеді. Ақжарқын кемпір өзінің Сутра әже атты жұмбақ кітабын құлатып алады және үндемес оны көтереді. Джонның келісу үшін оған Эвелинге қару-жарақ пен жаңартуларды уәде етеді. Жігіт сондай-ақ Уотстың қуатты қызыл зымырандарының бірін алып алады. Дәрі-дәрмекті Эмбер есімді фармацевтен алу керек. Ол бір кездері коммунаның мүшесі болған, бірақ Уотс оны фурадан лақтырып жіберген. Үндемес Джонның бір өзін жібермейді және онымен бірге жолға шығады. Жолда олар басқа сауыншының төңкерілген және айқышқа байланған мәйітін байқайды. Бұл кенушілер деп аталатын топтың ісі. Джон тапсырмада мерт болған өзінің барлық таныстарын еске алады. Олардың кәсібінде ешкім қартайғанша өмір сүрмейді. Бірақ Сан-Францискоға билет оған мүмкіндік беруі мүмкін. Көп ұзамай олар кіреберісі жылыжайға ұқсайтын ормандағы үйге келіп жетеді. Оларды Эмбер қарсы алып, қонақтарға бірден шай ұсынады. Бірнеше секундтан кейін екеуі де сал болып қалады. Олар тек сөйлей алады және фармацевт жауап ала бастайды. Үй иесі жұпты бұрынғы сауыншыны өлтірген сенушілер деп ойлайды. Джон тағы да азапқа душар болады. Бұл жолы күйдіргіш өсімдіктерге. Эмбер олардың денелерін өз бақшасы үшін оп-оңай компостқа айналдырып жібере алатынын айтып бопсалайды. Бірақ әжесінің хатын оқығаннан кейін ол уды қайтаратын дәрі береді де қонақтардан кешірім сұрайды. Қыз дәрілік өсімдіктер мен әдемі қызыл гүл шоғын жинауда. Соңында Джон Эмберден Уотс туралы сұрайды. Олар жай ғана құрбы болмаған сияқты. Серіктестер жүріп кетеді және қараусыз қалған кинотеатрға түнеуге тоқтайды. Джон фильмді қосады, бірақ дыбысы жоқ. Жұптар оны өз беттерінше қуана дауыстайды. Үндемес бір кездері балалық шақта оны кинотеатрға сүйреп апарған ағасын есіне алады. Қыз ұйықтап қалады және Джон оның киімдерін раковинада жуып жатыр. Қыз мұны байқап қояды да қатты ашуланады. Өйткені пиджактан енді қайтыс болған ағасының иісі шықпайды. Олар Уотсқа оралады және ол әжені құтқаруға енді кеш екенін айтады. Гүлдер оның тезірек кетіп қалуына және азаптан құтылуына көмектеседі. Кемпір бұл атыс кезінде өлгеннен әлдеқайда жақсы деп санайды. Осылайша жақындарыңмен беймарал қоштасып алуыңа да болады. Ол қызына шынымен қымбат адамдармен көбірек уақыт өткізуіне кеңес береді. Әже оған Эмбердің қызыл гүлін сыйлайды. Содан кейін мәңгі ұйқыға кетеді. Уотс барлығының алдында соңғы сөзді айтады. Содан кейін кемпірді көлігімен соңғы сапарға шығарып, жарылғышпен жарып жібереді. Бұдан кейін барлығы тойлатып, би-билейді. Ал Уотс Эмберді есіне алады да оны рациямен шақырады. Джон пиджак үшін үндеместен кешірім сұрайды және оған коммуниде қалуды ұсынады. Мұнда оны үйіндегідей қабылдайтын еді, бірақ қыз бас тартады. Олар Эвелинге отырады да бос жолға шығады. Эмбердің сал ауруын шақыратын гүлдерінің бірін үндемес қалтасына жасырып қойған. Жолда олар көліктегі қарақшымен жолығады. Джон оны бір жайлы етеді, ең құнды нәрсесін, яғни музыка дискісін алып қояды. Поп альбомдардың бірі үндемеске қатты ұнайды, бірақ ол мұны мойындауға ұялады. Қыз сондай-ақ 2 бөтелке сыраны тауып алады және біреуін Джонға береді. Бірінші жұтымнан кейін сауыншы бірден есін жоғалтады және қыз кетіп қалады. Осы уақытта Топикада Стоун қашқындарды таба алмаған бағыныштыларынан жауап алуда. Ол қылмыскерлерді Шипортты өлтіргендер үшін аяусыз жазалауды талап етеді. Бұл уақытта үндемес патрульдік көліктердің біріне білдіртпей енеді және оны қала төңірегіне алып кетеді. Бұл баспана емес, қыз кек алу үшін келген полициялар мекені. Ол полицейліктерді өлтіреді, олардың денелерін көліктен лақтырып жібереді. Салонда оған ағасы елестейді. Ол қарындасын ойланбай әрекет етуден аулақ болуға шақыруда. Ал тәтті құмар өзінің сапарын бастайды және платинаға келіп жетеді. Ол постағы күзетшінің аузына гранатаны салады да оны жарып жібереді. Бұл уақытта Стив өзінің ажалын кезекте күтіп отыр. Сайқмазақ ішке енеді және өзінің үлкен сойылымен күзетшілерді оп-оңай қырып салады. Көрермендер қошемет көрсетеді. Бұл уақытта ес-түссіз жатқан Джонды қаңғы бас тауып алады. Іш киім ретінде противогаз киген жалаңаш қарттың бір жамандықты жоспарлап отқаны анық. Қуанышқа орай сауыншы оянып кетеді, есі ауысқан шалдан құтылады. Ол үндеместің алдыңғы әйнекке қалдырған жазбасын табады. Қыз кек алу үшін кеткенін мойындаған және оған көмектеспеуін өтінеді. Мұның орнына Сан-Францискода тыныш өмірді сүруін. Джон Эвелинге отырады да Чикагоға дейін жайбарақат жолға шығады. Ал қыз Топиканың көшелерімен жүруін жалғастыруда және агент Стоунның мүсініне тап болады.
Ол ашуын басып, тыныш қана кетіп қала алмайды. Мұнда оған офицер әйел жақындайды және оның темір саусағын байқап қояды. Үндемес газды еденге тақайды да ізін суытады. Стоунға бірден болған жайт туралы есеп береді. Ол кеңседегі қанға боялған аю ойыншыққа бір қарайды да қылмыскермен рация арқылы байланысқа шығады. Агент оны қараусыз қалған баққа дуэльге шақырады және үндемес сонда баруға келіседі. Бұл уақытта тәтті құмар тұтқындарды бостандыққа жетелейді және Стюді тағы да бір өлімнен құтқарады. Сайық-мазаққа дәу ұнайды және ол ес бауырлар деп аталынуды ұсынады. Бұл олардың есімдерінің алғашқы әрпі. Кенеттен Стю қораптардың артында жасырынып отқан Майкты байқап қалады. Ол сатқындығына қарамастан ескі досын жасырады. Содан кейін тәтті құмар Стюге бірге саяхаттауды ұсынады. Ол мейірбанның жалғыз өзі аман қала алмайтынын көріп тұр және ол келіседі. Стю кезекті жағымды досына қалған аванпосттардан өтіп, ризашылық білдіретін жанкүйерлер әскерін жинауға кеңес береді. Бұл жоспар сайық-мазақты қатты қуантады. Босатылған тұтқындар олардың торына қосылады. Үндемес Стоунды рация арқылы тыңдай отырып баққа жетеді. Ол коптың көлігін байқайды да шабуыл жасайды. Бірақ бұл тұзақ және қыз бүйірінен жойқын соққы алады. Агент өзінің джипінен зымыранды ұшырады. Бірақ үндемес көлікті ептілікпен кері бұрады. Снаряд ашық терезе арқылы ұшып кетеді. Қарсыластар жүріп бара жатып шабуылдармен және қорлау сөздермен алмасады. Соңында зымыран бәрібір қыздың джипіне тиеді де оны аударып жібереді. Ол ауыр жарақат алды, бірақ ғажайып түрде аман қалып сыртқа жорғалайды. Стоун алдыға ұмтылып оқ жаудыруда, бірақ соңғы сәтте оның көлігін қызыл зымыран жарып жібереді. Джон досын тастамастан оның артынан келген. Ол көліктен атып шығады және үндемес мұнысы үшін оған ұрсады. Кенет қыз бірден есін жоғалтады. Джон досын құтқара алады ма екен? Үндемес өзіне дәмханада келеді. Оны онда Джон әкелген. Бір-біріне деген сезімдері күшейе түсіп, олар балаларға арналған доптарға толы бассейнде махаббатпен айналысады. Бірақ таңертең қыз қашып кетуге тырысады. Есіктегі қоңырау Джонды оятады. Көшеде найзағай ойнап жатыр. Олар қолайсыз ауа райын қамауда күтуге мәжбүр. Асханада отырып, серіктер уақыттарын ойындармен, әңгімелермен және жақын қарым-қатынастармен өткізеді. Бауыр басып қалғасын Джон үндемеске онымен бірге Чикагоға баруын ұсынады. Тапсырманы орындап, қаладағы жақсы өмірді бастау үшін. Қыз азаматша болуға бұдан бұрын тырысып көргенін айтады және бұл жағымсыз флешбектер тізбегін туғызады. Бірде ағасы екеуі 4 жылға келісімшартқа отырып, азаматтардың қызметшісі болды. Олар жұмысшыларға құлдан да жаман қарады. Кесілген саусақтарымен құлақтарынан зергерлік бұйымдар жасаудан да тартынбады. Қызметшілердің бірі есінен алжасып, оған теңіз жағасынан уәде етілген үй берілмегендіктен атыс ұйымдастырғанда ағасы мен қарындасы оларды алдағандарын түсінеді. Кешкісін олар Стоунмен кездесуден аз уақыт бұрын дәмхананың қожайыны мен орақшыларын өлтіріп, қызғылт мәйіт тасығыш көлікті ұрлап кетеді. Әңгіме жанжалмен аяқталады. Джон мен үндемес ұйықтауға жатады. Бірақ ашығып қалғасын олар түнгі тамақ ішуге барады және онда қыз эмоцияларына ерік береді. Таңертең Джон жалғыз өзі оянады. Досын қашып кетті деп санап, ол мұңая сыртқа шығады және оны жүк салғышқа керек жарақтарды салып жатқан жерінен көреді. Олар Чикагоға жақындай отырып, әрі қарай жүреді. Алайда оларды қала маңында су оймасы бар тұтас қабырға күтіп тұр. Көпірлер де, қақпалар да жоқ. Жақын маңдағы қорадан жер асты туннеліне өтетін жол ашылады. Онда сәлемдеме жіберуші клипсі байланысқа шығады және ол жүк салғыш люксті ашады. Қайтып бара жатып, курьер полицейлердің қолына түспеу үшін жаңа маршрутты құрады және жолай жеткізушілерге арналған пит-стоп барға соғып кетуді шешеді. Осы уақытта тірі қалған Стоунға тәтті құмардың қозғалысы туралы есеп береді. Ол алдынан кездескен барлық блокпосттарды жойып келе жатыр. Сенімді жанкүйерлерін ерте отырып, сайық-мазақ жындыханаға беттейді. Онда оның итті өлтіргені үшін бүкіл балалық шағы өткен. Тәтті құмар шешесі мен өгей әкесінің сүйік қалдықтарын көрсету үшін Стюді өзінің палатасына келеді. Олар ол жындыханада отырғанда бірде-бір рет келіп, одан хабар алмаған. Бүкіл әлем қирап жатқанда, тәтті құмар оларды тауып алып, жаза ретінде қамап қойды. Қалдықтарын таптағаннан кейін сайық-мазақ сыртқа шығады және ол жерден өлі жанкүйерлерін табады. Стю мұнарадан мергендерді байқайды және тәтті құмарды шетке итеріп жібереді. Стоун жараланғандарды бір жайлы етіп, сайық-мазақтың бетпердесін олжа ретінде әкелулер үшін 2 адамды жібереді. Оның ішінде Майк та бар. Алайда Стю мен тәтті құмар аман қалды. Бір копты өлтірген соң, олар Майкты кепілге алады. Оның оларды Стоунға апару үшін. Пит-стоптың алдында үндемес Джонның бұрынғы қызымен әрі тәжірибелі жеткізуші Мэримен танысады. Барда жұмыс туралы сөйлесуге және қару алып кіруге болмайды. Ішімдік ішіп, уақытты әңгімемен қысқарта отырып, қыз өзінің серігінің өткені туралы барған сайын көбірек мәліметтерді біле бастайды. Алайда Джонға ренжулі Мэри одан жұмысы туралы сұрайды.
Жігіт жеткізу ақысы қала азаматтығы екенін айтқан кезде, бұрынғы қызы басқа жеткізушілерді одан жүкті тартып алуға итермелейді. Қолда бар материалдармен төбелес басталады. Джон мен үндемес барменнің қолдауымен ашулы бәсекелестерін шашып тастайды. Үндемес Мэриді жыққасын, оны өлтіргісі келмейді. Бірақ сары шашты сұлу оған басқа амал қалдырмайды. Кетіп бара жатып, Джон серігінің рөлге отыруына алғаш рет рұқсат береді. Олар өздерінің координаттарын Стоунға хабарлап қойғанын білмейді, және полицей тұзақ дайындап жатыр. Таңертең Джон созылып жатқанда, үндемес оның отбасының суретін қарап отыр. Қағазды ашық терезедегі жел тартып әкетеді, және олар көлікті тоқтатып, оны іздеуге мәжбүр. Олар мұны жасап жатқанда, сенушілер үйірінің 3 қарақшысы көлікті ұрлап кетеді. Жұп олардың екеуін өлтіріп үлгереді, бірақ соңғысы ізін суытады. Ренжіген Джон жаяу кетіп бара жатыр, ал досы кешірім сұрауда. 1-2 шақырым жол жүргеннен кейін, олар жақын маңнан сенушілер лагерінің дыбыстарын естиді, және темір тұлпарды қайтаруды шешеді. Мұны жасау үшін қайта артқа қайтып, бетперделерді киіп алу қажет. Осылайша олар тобырдың арасына сіңіп кете алады. Кешке олар белгілі бір әдет-ғұрыптар билік ететін лагерге келіп жетеді. Ер адамдар төбелесіп жатыр, әйелдер жыныстық үстемдікпен айналысуда. Көп ұзамай іс-шарадан уағызшы лақап атты идеялық шабыттандырушы пайда болады. Кішігірім уағыздан кейін отар оған сыйлықтарды ұсынады. Олардың арасында Джонның көлігі де бар. Мұндай құрбандыққа шыдай алмастан, ол уағызшыны дуэльге шақырады. Осылайша әділ жекпе-жекте көлікті қайтарып алуға үміттенеді. Дегенмен жеткізуші күшін есептемепті. Уағызшы оны оп-оңай сындырып тастайды, және жеңіліс тапқан қарсыласын торға қамауды бұйырады. Үндемес бұл уақытта басқа көлікті ұрлап әкету үшін гараждағы механикті соққыға жығады. Сенушілер көңіл көтеріп жатқанда, ол Джонды босатады да, бұл жерден тайып тұруды ұсынады. Бірақ жігіт өзінің дөңгелектерін қайтарғысы келеді. Өлген механик туралы дабыл қағылғанда, олардың жолдары екіге айырылады. Үндемес жаңа көлікке барады, ал Джон өзінікіне оралады. Осы істің үстінен оны уағызшы ұстап алады, және оны соққыға жыға отырып, жанармай багын байқаусызда тесіп жібереді. Ол міне жеткізушінің кеудесіне пышақ сұққалы жатқанда көлік жарылып кетеді. Үндемес Шарлысты алыстан көреді, және серігін өліп қалды деп шешеді де, жүкті алып кетіп қалады. Бірақ Джон банда кетіп қалғаннан кейін өзіне келеді, және сенімді 4 дөңгелекті досы үшін мұңаяды. Оны ол әлі бала кезінде тауып алған болатын, және соңғы 20 жыл бойы ол оны үй ретінде паналаған. Бұл уақытта тәтті құмар Стюмен және тұтқын Майкпен бірге Стоунның тағы да бір аванпостын қорғайды. Онда ол қару-жарақпен және керек жарақтармен қамтамасыз етіледі. Сайық-мазақ әжетханаға кеткенде, Майк ескі жолдасын олардың бұл жерден тайып тұрулары керек екеніне сендіруге тырысады. Алайда Стюдің жаңа досын тастағысы келмейді, дегенмен ол психикалық түрде тұрақсыз болса да, ол тәтті құмарға Стоун туралы ұмытуды ұсынады. Коптың ойынша олар өліп қалған және олардың ізіне түспейді. Бірақ дәуде өз жоспарлары бар. Үндемес картаны түсінуге тырысып, жолдан шығып кетеді, кептеліп қалады. Онда оны басқа бандалық жалғыз тонаушы тауып алады. Сыпайы түрде әңгімелескеннен кейін, ол сәлемдемені тартып алу үшін қызға тапаншаны бағыттайды. Осы сәтте оның басын жебе тесіп жібереді. Бұл фураға қайта оралған гүлші қыздың ісі. Олар үндеместі салып алады, және ол іштен өліп қалды деп санаған Джонды кездестіреді. Ол оған көлігі одан да қымбат болған үшін ренжулі, және Джонның татуласу талпыныстарын елемейді. Уотс фураның Сан-Францискоға дейін бара алмайтынын ескертеді. Оны жақын жерге түсіріп кететін болады. Тапсырманы орындауға 2 тәуліктен сәл аз уақыт қалады. Джон мен үндемес қарақшының көлігін жаңартып жатыр. Қыз мызғып жатқанда жеткізуші оның балтасына арнап бардачок жасайды, және осылайша оның жай ғана жолаушы емес, нағыз серік екенін көрсетеді. Олар шын жүректен әңгімелесіп татуласады, бірақ процесті полицейлердің күтпеген шабуылы үзіп жібереді. Уотс Стоунның адамдармен соғысуға дайындалып жатыр. Олар жүздеген ескі көліктерден жасалған жол тосқауылынан өтеді. Орынға жеткесін жүргізушілер коптарды таппайды. Мұнда тек тәркіленген көліктердің зираты. Көліктегі жазуды байқағасын, үндемес мұның тұзақ екенін түсінеді. Көліктерге полицейліктер мініп алған. Джон мен үндемес және Уотс полицейліктермен қырылысуға дайындалып жатқанда, кенеттен зымыран ұшып келеді, бірден коптардың 2 көлігін жарып жібереді. Іске жүрек шақыруымен келген тәтті құмар жағаласады. Бандасына Стю мен Майкты қабылдаған ол, басына жанғыш қоспаны құяды да, жауларды қорқыту үшін оны жағуды бұйырады. Соғыс көліктері бір-біріне оқ жаудырып, ымырасыз шайқасқа түседі. Процесс барысында Джон мен үндемес тәтті құмармен әңгімелесіп үлгереді. Оның отты шаш үлгісін мақтап, Стюдің аман қалғанына көз жеткізеді. Отқа оранған көліктердің арасында жеткізуші кептеліп қалған пулеметті жөндеу үшін серігімен орын ауыстыруға мәжбүр болады. Стоун олардың көзін құрту үшін арттарына жалғасып алады.
Ол зымыранды ұшырады, дегенмен оны Уотс арбап әкетеді. Трассаны бір айналып өткесін оны коптың көмекшісіне жібереді. Агенттің пулеметі шөпші әйелді жарақаттайды. Ал артынша жіберілген тәтті құмардың зымырандары фураға зақым келтіреді. Сайқмазақтың одақтастарға шабуыл жасап жатқанына алаңдап, Майк оған кедергі келтіруге тырысады. Бірақ жынды сайқмазақ оны ұстап алады да атып тастауды бұйырады. Алайда Стю соңғы сәтте тәтті құмардың басынан атады. Олар тез арада табандарын жалтырату үшін фургоннан секіреді, бірақ сайқмазақ аман қалды. Стоун оның соңына түскенде, ол артқы есік арқылы оның капотына секіреді. Коп тапаншамен атып жатқанда дәу әйнекті ұрып жатыр. Асфальтке құлағасын тәтті құмар аяғына тұрады, бірақ оны бірден Стюдің отты көлігі қағып кетеді. Жолда соққыдан жұлынған бетперде ғана жатыр. Үндеме Стоунмен бетпе-бет кездесу үшін көлікті артқа бұрады. Соңғы сәтте ол капотты трамплин сияқты түсіреді де қарсыласын аударып жібереді. Соққының салдарынан Джон мен үндемес естерін жоғалтады. Агент қызды сүйреп шығарады да оны атып тастамақ болады, бірақ оны соңғы сәтте серігі құтқарады. Жараланған копқа тапаншаны қалдырып, үндемес оған таңдау береді: азаптан қиналып жай өлу немесе жылдам өлу. Олар көлікпен жүріп кеткенде оқтың дыбысы естіледі. Сан-Францискода Рейвен жеткізушілерді қақпада қарсы алады, бірақ үндеместі ішке кіргізбейді. Джонның мұндай мүмкіндіктен бас тартпау үшін ол оны жарақаттайды, ал өзі болса кетіп қалады. Күзетші оған жеткізушінің тапсырмасын береді, бірақ қыз жүкті аш тастандыларға лақтырады. Содан кейін Робин Гуд лақап атына ие болады. Байлардан тартып алып кедейлерге тарататын. Алданған Джонның қалаға бір айдың ішінде орналасып алды. Ол бейбіт өмірмен ләззаттануда, бірақ үндеместі сол бойы ұмыта алмайды. Ол Рейвенге қарапайым балмұздақты әкелгенін білмейді. Оның бүкіл елді кезіп өткен сапары әншейін сынақ болатын, ал оның бүкіл өмірі көрініс қана. Джон үндемеске оралу үшін қаладан кетіп қалғысы келеді. Рейвен қоштасу ретінде жігітті оның балалық шағы өткен үйге әкеледі және отбасының сақталып қалған суретін көрсетеді. Бұған қарамастан Джонның бәрі бірде кеткісі келіп тұр. Сонда оны тапаншаның тұмсығымен осында қалуға мәжбүрлейді. Алдыда жарыс турнирі өтейін деп жатыр және ол Сан-Франциско атынан қатысу құрметіне ие болды. Бұл уақытта үндемес тікенді басып кетеді, қуыршақ бетпердедегілердің тұтқиылына тап болады. Көшбасшылары өзін Джонның қарындасы ретінде таныстырады және осымен сериалдың бірінші маусымы аяқталады. Арнаға жазылмаған болсаңыз, арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Лайк басып, сериал туралы ойыңызды пікірге қалдырып кетіңіз. Көргендеріңіз үшін рахмет және келесіде кездескенше.